Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай тойға киетін королевский атластан тюрбан тігетін боламыз. Мынау кішкентай қызға. Ал екіншісі мамасына арналған тюрбандар. Менімен бірге болып, осы тюрбан тігуді үйреніңіздер. Ал ендеше кеттік, бастадық. Матамызды осылай кесіп дайындап аламыз. Екінші мына подкладымен тігеміз. Подкладын да кесіп дайындап аламыз. Матамызды оң бетіне бір-біріне беттестіріп, осылай екі шетінен тігіп шығамыз. Негізінен оверлокпен тіккен дұрыс. Егер оверлогыңыз болмаса, кәдімгі зигзагпен немесе простой строчкамен тіксеңіз болады. Нәтижесінде бізде осындай лента шығу керек. Ол лентамызды оң қаратып аламыз және үтікпен басып шығамыз. Матамызды осылай үтіктеп, теп-тегіс қылып аламыз. Енді X қып осылай жасаймыз. Бір-біріне айқастырамыз. Екі ұшын бір-біріне беттестіріп, осылай қосып тігуіміз керек. Міне, осындай болып тұру керек алды. Екі төбесіндегі ұштарын бір-біріне тігіп шығамыз. Міне, тігіп шықтық. Енді міне екі жағын бір-біріне қосып, айналдырып тігіп шығуымыз керек. Осы жерлерін тігіп шығамыз. Міне осындай болу керек. Ішкі жағы осындай. Артық жіптерін байлап, кесіп алып тастаймыз. Міне осындай болып тұру керек іші. Енді төбесін тігуіміз керек. Ол үшін осылай аламыз. Міне, тура осы көрсеткен жерде тігіп шығамыз. Міне тюрбанымыз жартылай дайын. Енді артқы жағындағы үш бұрышты болып тұрады. Сол үш бұрыштың артқа қайырып, жиырып тігіп шығуымыз керек. Оны қол жіппен тігіп аламыз. Өздеріңізге ұнайтындай етіп қайыруымыз керек. Осындай сияқты болып тұру керек артқы жағы. Егер бұндайды қаламасаңыздар, артына резинка салсаңыздар да болады. Мен осылай қайырып тіктім. Ақ жіптің көмегімен тігістің үстіне тігіп шығуымыз керек. Сол кезде жібіміз көрінбейді. Міне осындай тюрбанымыз шықты, дайын болды. Мен бұл жерде үтік басып жіберіңіздер, дайын болған кезде, сол кезде әдемі көрінеді. Міне, адамның басында осылай тұрады. Алдыңғы жағын жіптің көмегімен тігіп алсаңыздар да болады. Үш бұрышты болған жерін. Сол кезде тюрбан орнынан жылжып кетпейді. Мен тағы да жемчугтың көмегімен безендірем деп шештім. Андай степлердің көмегімен үстіне жемчугтарды қадап шықтым. Нәтижесінде осындай тюрбанымыз
пайда болады. Енді екінші бізде детский тюрбан тігуге кірісеміз. Ол үшін матамызды подкладымен бір-біріне қаратып, осылай қойып аламыз. Матамызды оң қаратып, бір-біріне тігіп шығамыз. Енді лентамызды алып, осылай бүктеп, екі шетін дөңгелетіп кесіп аламыз. Лентаның ұзындығы 1 метр, ал ені 5 сантиметр болу керек. Екі шетін есіп дөңгелетіп аламыз. Лентамызды ұзындығы бойынша тігіп шығамыз. Міне матамыздың бір жерін тіктік. Енді оңға қаратып, үтік басып аламыз. Лентамыз осындай болып тігіледі. Енді ине жіптің көмегімен қолмен көктеп шығамыз. Міне осындай болу керек. Жіппен сәл тартыңқырап, айналдырып, гүл жасаймыз. Өзіміздің қалағанша формаға келтіреміз. Ақыр соңында ине жіптің көмегімен астын біріктіріп тігеміз. Осындай формада гүл шығу керек. Сонымен гүліміз дайын. Тігіп болғаннан кейін бір шерге қойып қоямыз. Екінші дайын болған матамызды алып, бір-біріне беттестіріп, бір шетін дөңгелетіп қырқып аламыз. Енді ине жіптің көмегімен шетінен көктеп тігіп шығамыз. Осылай болу керек. Осылай тартып, бір-біріне қосамыз енді. Бір-біріне әр строчкасын қосып шығамыз. Осындай кішкентай матамызды кесіп дайындап аламыз, үтік басып, осы жерінен тігіп шығамыз. Бұны да ине жіптің көмегімен тігеміз. Ақыр соңында гүлімізді үстіне өстіп тігіп шығамыз. Болды. Нәтижесінде осындай тюрбанымыз пайда болады. Міне біздің комплектіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біреуге сыйлыққа бергенге немесе тойға кигенге өте әдемі тюрбан болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Маржан, менімен болғандарыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, подписка жасап, лайк басуды ұмытпайыңыз.